Әй, Кенжекүл, ана келіннің артынан келген дүниесі дым ұнамады маған. Жалғыз қыз дегенге сымдық дүние келе ма десем, құдағида жөн жоралғыдан дым хабары жоқ әйел екен. Аузы ашылап, айтпасаң еш нәрсе алатын түрі жоқ. Артынан келген киімдерін көрдің бе? Барлығы вульгарный, ашық-шашық. Оны киіп қайда бармақшы екен? Жадыра, маған көк шай әкелші. Уф, басым ауырып тұр. Лимон мен мята қосып әкел. Ташкентский чай дей салсайшы. Мына Мәнсия тәтенің үйі, бала-шағасы бар ма өзі? Күнде келе ме, немене пәле? Вот именно, бала-шағасы, күйеуі жоқ. Сосын ғой осы үйден шықпайды. Өзінің жеке өмірі жоқ болған соң, елдің өміріне араласып жүреді. Сондай ма? Енді түсіндім. Жадыраға жететін келін жоқ. Рахмет айналайын, қолың дерт көрмесін. Ну и аферистка. Жадыра, сен бір аптаға төркінге барып демалып кел. Енді үйде Көркем бар ғой, үйдің жұмыстарын Көркем өзі жасай береді. Бірақ мама, Көркем өзі келгеніне көп уақыт болмады ғой, әбден үйренгенше жанында болғаным дұрыс шығар. Ойбай-ау, жанында болайын дейтіндей бір құлдықта жүрген жоқ. Жанында күйеуі бар, Құдай сақтасын. Мә, биге де фитнеске де бармағалы көп болды ғой. Ертең барып би студия қарамасам болмайды. Би дейсің бе? Бірақ Көркем, үйленгенімізге енді бір апта болды. Мүмкін кішкене қоя тұрарсың, мама сөйлеп жүрсе тағы. Вот именно. Мен үйден шықпағалы бір апта болды уже, ішіп жарылатын болды. Шығу керек маған, бір нәрсемен айналысу керек. Скоро менің де жұмысым басталады. Жадыра жеңгем де кетіп бара жатыр. Үйге адам керек дегендей. Аян, жыныма тимеші. Отырайын енді үйді қарауылдап. Үйдің тірлігі бітпейді ешқашан. Басым ауырып тұрған-ау, мазам болмай тұрғанын қарашы. Мәнсия, бүгін осында қона салсаңшы, түнделетіп көшеде жүрме. Сөйтемін-ау. Көркем, Жадыра бір аптаға төркінге кетті. Бүгін ет асамыз, қолдан әдемілеп қамыр жайып қой. Бірақ мен әлі қамыр жая алмаймын ғой. Дайын қамыр сатып ала салсақ ше? Жая алмағаны несі? Жасың 25-ке келгенше бір қамыр жая алмайсың ба? Шешең үйретпеді ме? Мен 24-темін әлі. Дайын қамыр жемеймін мен, ештеңе білмеймін, қолдан жайып қой. Мә, мынаны қалай жаям енді? Неге шеті ирек болып кетті, қисық қой мынау. Ал керек болса ортасы тесіліп қалды. Қап енді қайттым? Ары қарай не болары қызық па? Келесі бөлімді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар.